Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Президент Тоқаев қыркүйекте елдің экономикалық саясаты туралы өзінің көзқарасын баяндайтынын мәлімдеді. Тоқаев былай дейді: біз мүлдем жаңа бағытқа көшу үшін Қазақстанның экономикалық дамуына тым сенім беруіміз керек. Жауапты тарихи сәт келді. Демек, Қазақстан экономикасында қазіргі деңгейде қала алмайды. Сөзсіз солай болуына сенімдімін. Үкіметтің міндеті тиісті ұсыныстар беру, бұл бірінші. Екіншіден, осы ұсыныстарға сәйкес дайындалатын жоспарларды іске асыруға кепілдік беру. Бірақ мен жаңа экономикалық модельді іске асыруға және дайындауға қатысты көзқарасымды жасырмаймын. Менің ойымша, бұлар істі соңына дейін жеткізе алмайды. Креативтік жоқ, біздің және жалпы мемлекеттің алдында тұрған міндеттерді түсінбейді. Халық бізден нақты шешімдер күтеді, өйткені ең өзекті мәселелерді шешу қажет. Халқымыздың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету еліміздің экономикасын даму тұжырымдамасына қатысты біздің ұстанымымызға тікелей байланысты. Оны түбегейлі шешімдерсіз меңгеру қиын. Біз еліміздің экономикалық дамуына тым сенім беруіне бағытталған осы өте маңызды жұмысқа бірдей кірісуіміз керек деген болатын Тоқаев. Демек, Тоқаев алдағы уақытта, яғни қыркүйек айында мемлекеттік билік саласында жалпы үлкен бір өзгеріс жасау мүмкін. Ал сіз қалай ойлайсыз, қандай өзгеріс болуы мүмкін? Үкіметті отставкаға жіберу мүмкін бе, жаңа үкімет келу мүмкін бе, немесе тағдырлар өзгеру мүмкін бе? Өз ойларыңызды комментарияға жазып қалдырыңыз. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.